Короче, барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен Майнкрафт ойнайтын боламыз. Бүгін бізде Майнкрафт. Короче, осындай. Мен алдында бір аралға тап болып, сол жерден бір тесікке түсіп айбал кетемін. Қазір мен вообще мынандай жерде тұрып жатырмын. Короче, осындай. Осыға қатып жасаған. Қазір творческий алып отырмын. Ар жақта дым жоқ екен. Қазір мен ұйықтап алайын. Короче, достар, мен бүгін кәдімгідей ауыл тауып ойнайтын боламын. Кәдімгідей ойнаймын. Сол үшін мені қолдап кетіңіздер. Мен айтып едім, обреттеші. Ал қайқа барады, сол жаққа қарай жүрегім сезеді депші. Кейбір кезде сезбей қалады, енді айтайын, шынымды айтсам. Кейбір кезде қайқа баратын сезбей қалады. Короче, мен қайқа бұрылып жатырмын, өзіме айтып тұрмын да, өзім айтып тұрмын қайқа бұрылатынымды. Бізде даусым ақырын шығып жатса мән білмейміз, потому что үйде қонақ бар. Аузымда сағыз, конечно же. Егер де сіздерге видео ұнап жатса, лайк басып и комментарий жазуды ұмытпаймыз, конечно же. Конечно же, ұмытпаймыз лайк, комментарий. Мен ең бірінші Майнкрафт түсірген кезімде даусым шықпай қалған. Сол видеом өтпеді сол видео. Енді мына видеолар өтеді деген ойдамын. Осы видеолар өтсе, лайк басып, комментарий жазып тұрғаныңыздар. Короче, осылай, достар. Іздейміз. Короче, достар, мен әлі ауыл іздеп келе жатырмын. Наконец-то ауыл таптық. Наконец-то. 2 кузница. Бірақ на кузница үстін топырақ басып, құм басып қалыпты. Мына жақта шахта бар. Конечно же, осындай. Құлайын деп тұрған еді. Сундықта заттардың бәрін алып алған адамдар бар екен. Короче, ауыл таптық дегенде. Үйдің жартысы жоқ, потому что бұны грядка жоқ. Бір түрлі ауыл, достар, короче, айтайын. Бір түрлі ауыл. Короче, мен өзіме таңдаймын. Үйдің үстінен үй қала кетті. Не деген логика. Мен өзіме осы үйді таңдаймын. И бұған лестница қояйық, достарики. Ой, короче, осылай қоя салайық. Мына жаққа құлап кетпес үшін осындай дубовые доски қоямыз. Ой.
короче, ой. Осылай. Шығамыз. Как раз кітап бар. Мен выживать етіп, осы жерде өмір сүретін боламын енді. Төсек, конечно же. Потом бізге керекті зат. Картиночка. Мына жерге осындай картиночка іліп қояйын. Потом керекті зат, керекті сундук пен печка. Потому что бізде не бар? Ой. Верстак бар. И печканы қайқа қойса болады. Мына жерге қояйық. Сундукты мына жерге. Осы жерге қоямыз. И мына жерде кәдімгідей отырасың. Нормальный. Ал мен осы жерде өмір сүретін боламын, достар. Заттардың бәрін сап тастайын сундукқа. Так, енді мына заттардың бәрін өстіп алып тастамаса, потому что мешать етеді. И бізге грядка жинау керек. Мен бұл ауылдағы адамдардың бәрі әнерде жүр. Бұл үйде ешкім тұрмайды деген бағана айтқан. И бұл үйдің ақшасын төлемей кіре бер. Алдындағы грядка сол үйдікі деді да. И осылай істеймін. Короче, достар, осылай грядканы жинаймыз. И бізге пати депа. Бізге не керек? Жителдердің бәрі менің грядкама келіп алды. Жителдер кетіңдерші. Не үшін менің грядкама? Не үшін именно менің грядкама кіресіңдер? Нағарандар қойып тастайды орнына, көрдіңіздер ме? Сендердің көмектерің қажет емес. Сендердің кесірлі өздерің жиналамдар. Нервқа тиді ғой, достар. Мен үйімнің кішкене шаңын сүртіп алайын тряпкамен. Осылай сүртіп алдық. И бізге өзімізге керекті зат алып алайын да. Вот и такая вот. Мына жерге мен грядка күнделікті жинап тамағымды осыдан сол үшін өстіп қойып қойдым. Дұрыс. Короче, достар, мен осы жерде енді тұрамын. Бізге кеш батып жатыр. Мен ауылды аралап қайтайын. Бұл ауыл бір түрлі ауыл екен. Үйлер бір-біріне жабысып қалған. Үйдің жоқ. Достар, мынау не енді? Мынау вообще не? Нағараныздар, ені дұрыс ауыл осындай бола ма? Андай, короче, бұл ауылда андай не болғанда цунами. Топырақтар цунамиі. Сосын үйлер былай, үйлер дейтін не істеп кеткен, жылжып кеткен да. Үйдің үстіне үй шығып кеткен айтам да. Мына үй ғана нормально. Мен үйіме факел қоймаппын, достар. И бізге вот такая и вот такая факелдарды қойып шығамын. Осы жерге и осы жерге. Потом мына тебесіне қойып шығамыз. Короче, осылай. Мен осы жақта енді ұйықтайық. Короче, достар, мен осы ауылда бір күн ұйықтап жаттым.
Uyqum qanday tushga shun uxtabman. Hozir soatga qarasam, tushga shun uxtabman. Soat 6. Dalaga chiqib tozalashdim. Niye tыңдап тұрсың? Мен видео түсіріп жатырмын. Короче, мына үйлер бір түрлі. Шынымды айтсам ше, көзіне саған қосып тастаған ба? Скелет шыты. Ең жек көретін моб. Скелет жек көрем. Ебай, достарына қарайсыздар. Мынаяқта мынандай заттама бар екен. Ощущение қалай, достар? Ауыл сіздерге ұнады ма? Көшіп кетейін бәлде. Бір түрлі ауыл, қысылысып табылысып. Бұл ауылда мен естуім бойынша цунами болған 13-ші ауыл емес 14-ші ауыл. Мынаяқта кім тұр? О, жедел. Сәлем. Жедел, сәлем. Қалайсың? Жақсы, өзің қалайсың? Сен кімсің? Мен мына жақтағы 14-ші ауылға келген, жаңадан келген, короче, қонақпын. Сен кімсің, в общем? Мен осы ауылдың күзетшісімін. Не үшін? Алдында цунами болғаннан бері осы ауылда шет-шетілік күзетшілер бар. Ең маңызды күзетшісі менмін. Сенсің ба? Давай сәттілік жұмысың. Короче, достар, ауылда күзетшілер бар екен. Так, мынаяқта орман бар. Мына жақта қыс болса вообще жаман болайын деп тұр. Уже қар еріп кеткен, достар. Бірақ қайтадан жауы мүмкін деген үмітпен. Цунами осындай болған, короче. Міне нелер қалып кеткен ғой, жедел. Қалып кеткен мына жақта. Шығарып алған. Çıkıp jедел. Merhaba. Короче, сразу жеделдер көріп тұрмын. Ал енді менің видеом осымен аяқталды. Сіздерге ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Всем пока.